Солтүстік Корея мәдениеті 50-ші жылдарда қалып қойған секілді. Ел ішінде туристерге фотоға түсіруге тыйым салынған. Әр туристің жанына арнайы адам беріледі. Және сол адам қай жерді және кімді түсіруге болатындығын көрсетіп жүреді. Аэропортта кері ұшарда барлық суреттер тексеріледі. Егер елді жағымсыз жағынан көрсететін фотолар болса, дереу түрмеге жібереді. Туристердің жағдайы осы. Ал жергілікті халықтың жағдайы қандай? Оларға қандай тыйымдар салынады? Ол туралы алдағы уақытта білетін боласыз. Статистика бойынша Солтүстік Кореядан Оңтүстік Кореяға 60 жылда 23 мың адам қашқан. Оның тек 2-і ғана қайтып оралған. Және де Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның шекарасы әлемдегі ең қатты